Алматыға жолға шықтым. Ердәулет пен Әлихан шығарып салды. Құдай қаласа. Алматыда боламын сағат 4-те. Жолыңызды берсін. Я, короче, прилетел в Алмату. Такая гора. Горы, то есть, встретили меня. Вот такой закат. Қазір мен Қонаевтың музейіне шықтым. Бір пайдалы бір контент түсіруге, көрсетуге жалпы. Қонаевтың үйі қандай болған. Сол туралы кішкене видео болады. Бүгін 1 август. Алматы осындай. Вид. Күн сәл ыстық. Мен әйтеге кешке шықтым, чтобы нормально кезде шығу үшін температурада. Алғаш рет метроға отырайын деп жаттым. Қазір бір станциясына барам. Арқада да түсіргімге жатыр. Прикольно. Әдем. Билет осындай. Бағасы 1000 теңге. И бірінші қабат және екінші қабат көруге болады. Но если среда және субботадан келетін болсам, Қонаевтың тұрған үйін көрсем болады. И мына жерде телевизор бар. Мына жақта тіл ауыстыруға болады екен. Каналда еді. Мен қазір екіншісін көрдім. Бірінші, үшіншісін көрсе болады тағы да. И одан бөлек атқан сөздері мына жерде тағы да бар. Ғылыми жұмыстар, то есть кітаптар. Мына жерде Сәтбаев өзі қойған алған марапаттары. Так, мына жерде бұрынғы Алматы. Қонаевтың сол қарулары коллекция administrative оружие. Балқышқа бардық. Көз қылдырап, қол қалтырамады. Сен тұр, мен айтайын дейтін жігіттерден қалып жоқ.
жақсы жүрейік, потом сол жаққа барамыз. Отбасы, Қонаевтың отбасы. Маған Зухра Шарапқызы ең жақын, ең қимас дос еді. Біз 50 жыл, 6 ай, 2 күн бірге өмір сүрдік. Ол қайта айналып келмейтін, ондайға бір-ақ рет жазылатын бақыт. Қонаевтың асыл таяғы Зухра Шарапқызының қайтыс болған күні жазылған. Осындай асыл таяқ. Кішкене мурашка кетіп жатыр. Ішімде көбелектер ойнап. Ана жақ. Енді так, мен тез сөз жүрейін. Мен өзім кешіп келдім. Барынша түсіріп үлгерейін. Фотоға түсіруге болмайды. Болмайды? Қонаевтың мүсіні болмайды, социальный сетке салуға болмайды мүсінді. Басқасын болады. Тек қана мүсінді болмайды. Неге болмайды? Өзегі ережесі. Ұқсамайды. Сәл дұрыс жасамаған. Вообще ұқсамайды мүсін. Енді басқа нәрсе түсіру керек. Так, коллекциясы секілді. Да. Қонаев үкімет үйінде жұмыс кабинетінен орындық. 79 жыл. Ема. 20 жыл. Мұнда лақтаған сияқты. Это болды. Неге қалады жас болған. Ой. Герой социалистического труда 3 рет алған. На жерде Ленин сыйлығы, медальдары. И Отечественная война, даже Ленин. Беріп жатқан кездері. О, керемет. На жерде тағы да ордендер. Паузаға қойып, аналардың бәрі түсіп шығамын. Бір қайта алып көруге болады для себя. Паузаға қойып. Пауза қойып оқышу керек қой. Уақыт жетпейтін сияқты. Руками не трогать. Все. О, сабын. Труд. Димаш атамыз. О, дипломатик паспорт СССР. Қонаев шетелдік марапаттары. Димаш атамыз осы жерде тұрған. Қазір бұл жер музей. Мына жер парк.
ана жерде Қонаевтың атамыздың мүсіні бар. Квартирасына кіруге болады, бірақ среда және суббота күндері ғана. Ал мен четверг күні келіп қалдым. Кәдімгідей тарих көп уақыт қарап осылай видеоны түсіп тамамдайық. Ана жаққа барайын қазір. Сол жерде мүсінін көрсетем. Үйінің жанында қазір осындай музей. Тойс парк. Бір әдемісін ағаштар. Басқаша ағаштар.